келесі рецепт жазу үлгісі ерітінділерге арналады. Ерітінді дегеніміз латын тілінде solutionis. РП деп қысқартып жазып аламыз. Точкасын қоямыз, екі нүктесін қоямыз. Сосын ерітінді дегеніміз ол solutionis. Бірақ біз бұны толықтай жазбай, тоже қысқартып аламызға болады. Сол деп қысқартамыз. Сол деп жазамыз, нүктесін қоямыз. Солдан кейін сол деп жаздық. Содан кейін препараттың атын жазамыз. Мысалы, фурацилин ерітіндісі алатын болсақ, мысалы, фурацилин таблеткасын бір стакан суға салатын болсақ, одан ерітінді пайда болады. Мысалы, енді фурацилин ерітіндісі solutionis furacilini. Сосын дозасын жазамыз. Мысалы, 0,02% пайыз. Уже ерітінді болғандықтан ол сұйықтық, ал сұйықтық бізде миллилитрде белгіленеді. Мысалы, 500 миллилитр. Сонда 500 миллилитр сұйықтықта 0,2% фурацилин ерітіндісі бар деген сөз, қатты заты. Содан кейін барып, жерге да сигна дейміз да, уже несін жазамыз. Жараларды жууға деп. Жараларды жууға деп. Бұл бізде ерітіндінің ең жаңағы судағы ерітінді, ең простой түрі. Бұдан басқа ерітінділердің майдағы ерітінділері бар, немесе спирттағы ерітінділері бар. Олар ұқсас бір-біріне, бірақ майда екенін, спиртта екенін біз көрсетеміз. Тоже РП деп жазып аламыз. Сосын solutionis деп жазамыз. Сол деп қысқартып жазуға болады. Сосын дәрілік заттың аты, мысалы, камфора деп жазамыз. Камфора деп жаздық. Камфора деп жазғаннан кейін, бұл бізде майлы ерітіндісі. Майлы болғандықтан кейін, оны майлы екенін көрсетеміз. Олеаза деп. Сосын пайызын жазамыз. 10%. Сосын 100 миллилитр. Да сигна не үшін қолданатын жазамыз. Мысалы, теріге жағу үшін, немесе буындарға жағу үшін, мысалы, буындарға жағуға арналған. Мысалы, күніне 2 рет, 3 рет буындарға жақ деп пациентке айтамыз. Енді одан кейін спирттағы ерітіндісі дәл осылай жазылады. РП, сол деп қысқартамыз. Препараттың аты, мысалы, Viridis препарат. Сосын Nitentis. Бұл бір препараттың атауы. Енді бұны спиртта екенін көрсетеміз. Оған біз спирт екенін жазамыз. Бұл жерге жазылады. Спиритоза деп. Симай қалды мына жерге қайттан. Спиритоза, сосын осы препараттың біз несін жазамыз? Дозасын жазамыз. Мына жерде 1%-да 50 миллилитр. Да сигна не үшін қолданамыз? Көбінесе терідегі зақымданған аймақты жуу үшін, немесе шаю үшін деп. Шаю үшін. 3 түрі бар сонда. Мынау судағы ерітіндісі, мынау майдағы ерітіндісі, мынау спирттегі ерітіндісі.